Құрметті әлеуметтік желі пайдаланушылары, Западный кітапхана филиалы сіздерге өткеннің мәңгілік мұрасы фольклорлық этнографиялық экспедициясы атты онлайн жобасын ұсынады. Жобаның мақсаты ана тілін қадірлеуге, ауыз әдебиетін танып білуге, тіл мәдениетін таза қалпында сақтауға тәрбиелеу. Халықтың асыл қазынасы ауыз әдебиетін ұрпақтан ұрпаққа қалдырып мұра етуге үндеу. Ауыз әдебиеті талай ғасырлар жемісі. Халық жыраулары, жыршылары, ертекшілері осы сонау ықылым заманнан рухани асыл қазына ретінде сақтап, ұрпақтан ұрпаққа мұра етіп, бүгінгі біздің дәуірімізге жеткізген. Сіздер 3 ай көлемінде әлеуметтік желіден біздің кітапхана дайындаған аңыз әңгімелер, мысалдар, батырлар жырлары жайлы бейнероликтерді көре аласыздар. Енді сіздердің назарларыңызға аңыз әңгімемізді ұсынамыз. Ақсақ құлан туралы аңыз. Ұлытау таулары мен тағы да бір Ақсақ құлан деп аталатын көне аңыз байланысты. Алтын Орда билеушісі Шыңғыс ханның үлкен ұлы Жошы ханзада әкесі мен Дешті және Қыпшақ мемлекеттерінде хан болып тағайындалды. Осы мемлекеттің елордасы Ұлытау тауларында орналасқан болатын. Бір уақытта жабайы құлындардың бастаушысын аңшылық құрып жүріп, Жошы ашынған аңдардың шабуылына тап болып қайтыс болады. Шыңғыс ханның жақындары мен қызметшілерінің ешқайсысы оған оның үлкен ұлының қайтыс болғаны туралы айта алмады. Қағанға жаман ат хабар жеткізген адам үшін өлім жазасына кесілетін. Сонда ұлы жыршы Аққайыннан домбыра кесіп, оған ішек тартып, Шыңғыс ханның сарайына келіп, оның тағының алдына тізерлеп отырып, домбыраның мұңлы әуен күйді орындап береді. Ол әуен күйде әуендік бояулар мен Шыңғыс ханның ұлы Жошы ханзада аңшылыққа кеткені, оған қалай құландар табыны кездескені және ханзада оларға қалай аңшылық бастағаны жеткізілді. Құландар табынында бастаушы болған үлкен, тәжірибелі және қайратты құлан болды. Шайқастардың бірінде оның аяғы жараланған болатын. Және халық арасында құландардың бастаушысы Ақсақ құлан есімімен аталатын. Әлі күнге дейін құландардың бастаушысы өз тұқымын қудалаудан шебер алып кететін. Бірақ осы жолы қауіп зор болды. Жошы жауынгерлері мен құландарға, айғырларға және құлындарына жетіп қалған. Міне, садақтардан өлімге жетелейтін атулар басталды. Жылқылардағы адамдар жабайы аңдарға жетіп қалған. Сол сәтте Ақсақ бастаушы өз өмірін аямастан қайта бұрылып, оны қуып келе жатқан Жошы ханзадаға қарсы атылды және оны жерге түсірді. Осылай Жошы қайтыс болды. Ұлы жыршы домбыра тартуын аяқтады. Мұнымен ол еш сөз айтпады, бірақ Шыңғыс хан және қалған барлығы әуеннен домбыраның шапқан аттардың жүрістерін қалай жеткізгенін, құландардың жастары мен құлындары үшін үрейлерін, өз үйірін қорғаштаған Ақсақ құланның қайраты мен даналығын түсінді. Ақсақ құлан ханзадаға шабуылдаған кездегі әуен ең қайғылы болды. Шыңғыс хан ұзақ үндемеді және оның айналасындағылар бірде-бір дыбыс шығара алмады. Әйтеуір ұлы қаған, сен маған менің ұлымның өлімі туралы ауыр хабар жеткіздің. Мен сенің домбыранды естіп отырып бәрін түсіндім. Сен өзіңнің қара хабарын үшін өлімге лайықсың. Бірақ та сен өзің бірде-бір сөз айтпағандықтан сенің домбыран жазалансын. Оның аузына қорғасын құйылсын деді. Сол кезден бастап адамдардың айтуынша ыстық қорғасынның тамшылары түскен домбыраның жазық жағында ойық бар. Сіздердің назарларыңызға өткеннің мәңгілік мұрасы жобасы бойынша дайындалған «Бабалар даналығы, ұрпақ дәулеті» атты кітап көрмені ұсынамыз. Бұл көрмеге кітапхана қорынан бабалар сөзі жинағы, Орынбай Жанайдаровтың қазақ жерінің 100 аңызы және қазақтың мифтік әңгімелері, аңыздар мен абыздар, Атамекен, Сиқырлы елінің аңыздары кітабы және Есенбай Дүйсенбайұлының батырлар жыры, ертегілер, мысалдар қойылды.
Қазақ фольклорының 100 томдық бабалар сөзі жинағы мәдени мұра мемлекеттік бағдарламасы аясында дайындалды. Қазақстан Республикасы білім және ғылым, мәдениет және ақпарат министрліктерінің шешімімен бабалар сөзі 100 томдық сериясының ғылыми басылымын баспаға дайындау Әуезов атындағы әдебиет және өнер институтының қолжазба орталығының ғылыми қызметкерлеріне жүктеліп, толық жарыққа шығару Астана қаласындағы Фолиант баспасына тапсырылды. Жобаның жетекшісі әрі жауапты редактор болып, белгілі фольклортанушы, филология ғылымдарының докторы, профессор Әзібаева бекітілді. Бабалар сөзі топтамасының 20 томы батырлар жырына, 13 томы тарихи жырларға арналған, 7-і діни, 13-і хикаялық дастандар, 8-і ғашықтық дастандар, 5 томы ертегілерден тұрады. Бабалар сөзі жинағында қазақ халқының ғасырлар бойы жинаған асыл мұрасы, тарихы, мәдениеті, салт санасы, философиясы, педагогикасы, өнері түгел қамтылған. Құрастырушылар тобы бұл шараға асқан жауапкершілікпен қарап, тұңғыш рет Қытайдағы қазақтардың фольклорлық туындыларынан 10 томдық жинақ баспаға дайындалды. Нақтылап айтқанда, 23-ші, 24-ші, 30-ші, 31-ші томдар хикаялық дастандарға, 25-ші, 26-ші томдар ғашықтық дастандарға, 27-ші, 28-ші, 29-ші томдар тарихи жырларға, соңғы 32-ші том шежірелік дастандарға арналды. Сондай-ақ көрмеде Орынбай Жанайдаровтың 3 тілде жазылған альбом кітап, қазақ жерінің 100 аңызы және қазақтың мифтік әңгімелері, аңыздар мен абыздар, атамекен сиқырлы елінің аңыздары кітабы қойылды. Бұл аңыз әңгімелерде халықтың тұрмысы мен менталитеті көрініс тапқан. Қазақ және орыс тілдерінде жазылған балалар мен ересектерге жазылған көркем суретті ежелгі Қазақстан мифтері атты кітап ерте замандарда Орталық Азияны мекендеген көшпелі халықтардың мифологиясы мен дініне арналған. Құрметті оқырмандар, көрмедегі кітаптармен толығырақ танысқыларыңыз келсе, Западный кітапхана филиалына келіңіздер.